қылтап қой. Сөйтіп шалқаңнан жаттағыны ойланып жат. Мен мына 5 бала тудырдым, 6 бала тудырдым. Ана қыздардың бәрі кетті, еш нәрсені жинамасам да, ана құдалар 1 миллион ақша келді, сонымен бітті әйтеуір. Ана баланы үйлендірдім. Сонымен сенің 5 балаңды үйлендірдің, ананы нағылдың, шалқаңнан жат ана диванда қазір. Сөйттағыны ойланып жат. Сөйттағыны үйлендірдің, енді сенде қаралықтың бәрі кетті, ана 3 қызды үйлендірдің, 3 баланы үйлендірдің. Енді қаралықтың бәрі кетті сендегі, ақ қалды сенде, ақ. Шалқаңнан жасын. Енді ойла, ізгілік деген не? Құдай саған жазып қойдым дейді, ізгілікті. Ізгілік жазын дейді. Ізгілік деген шалқаңнан жатта, сен не істегің келеді қазір? Шалқаңнан жатсын. Сөйтіп, анау мал сойғың келе ма, пәленшенің мал сойын. Жоқ әлде біреудің ташағын кескін кеп жатыр ма? Піштерін. Жоқ, самолет айдағын кеп жатыр ма? Жоқ, күріш өккін кеп жатыр ма? Огород өккін кеп жатыр ма? Жершап. Жоқ, трактор айдағын кеп жатыр ма? Такси кеп жатыр ма? Анау не болғын кеп жатыр ма? Анандай зат сатқын кеп, шемішке май сатқын кеп жатыр ма? Ізгілікті істеген шалқаңнан жатсын, сонда ішіңнен келеді өзіңе ой. Істегің келеді бір нәрсе. Соны барып істейсің. Сен ана көршіңнен көріп, мұғалім болып жатыр, ана көршім менің анау қой бағат, түйе бағат, түйе сауып жатыр деп қарама, өзің не істегің келіп тұр, қаныңа жазып қойды ізгіліксіз Құдай. Соны істе, шалқаңнан жатсын, о, мен ташақ кескім кеп жатыр деп, біреудің барып ташағын кес, ана 5 мың сом береді. Жоқ, болмаса сен самолет айдағың кеп жатыр деп, кет самолет айдайтын жаққа. Жоқ, күріш өккің кеп жатса, огород егін болса, кет огородқа. Ана сиыр сойғың кеп жатса, сиыр сойып бер. Жоқ, ана ресторанда барып, ыдыс жуғың кеп жатыр ма, ыдыс жу барып. Мұғалім болғың келсе, мұғалім бол, такси болғанса, такси бол, доғдырғың кеп жатса, қатындар туғызғың кеп жатса, роддомға барып қатындар туғыз. Сол сенің ана қаныңда тұр өткен, істегің кеп тұр соны. Сонымен айналыс. Міне, ізгілікті істеген сол.